Мынадай балаларға арналған ойындар қазақ тілі сабағынан барлық сабақтан қолдануға болады. Пәніңізге қарай бейімдеп аласыз. Мысалы, бастаймыз ойынды. Мына жерде етістіктер берілген. Мынау жаңағы ойнайтын адам, мысалы мен осы ойынды бастаған кезде мына нелерге ұсталып қалмауым керекпін. Енді мен мынаның ішінен етістіктерді табу керекпін. Мысалы, мынау мені өлтіріп тастады. Енді мен қазір жүремін. Мына жаққа бұрыламын. Міне ойнады. Дұрыс тапты. Енді тағы да бастаймын. Бұл уақытқа берілген. Мысалы, біз 28 секундқа қойғанбыз. Қайтадан бастап қоя беруге болады. Етістікті тап деп сұрақ тұр астында. Мен былай қарай жүремін, төмен қарай. Балдарға өте қызықты. Күлді. Дұрыс.